Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және оқушылар. Бүгінгі видео сабақ арқылы сіздерге ойлым тақырыбы бойынша есептер шығарудың оңтайлы жолдарын таныстыратын боламын. Алдымен ойлым дегеніміз не, соны түсініп алсақ. Ойлым деп отырамыз, бұл қоспа заттарға жатады. Қоспа заттар бұл кемі екі заттан тұру керек. Яғни ойлымның құрамындағы заттар бұлар күкірт қышқылы мен күкірт ангидриді. Күкірт ангидридінің күкірт қышқылындағы ерітіндісі деп қарастырсақ болады. Себебі екеуінің де агрегаттық күйі бұл сұйық болып келеді, яғни бір текті жүйе. Оны біздер ерітінді деп атайтын едік. Ерітінді ол екі компоненттен тұрады. Ол еріген заттан және еріткіштен тұрады. Еріген зат деп отырамыз, ойлымның құрамындағы бұл күкірт ангидриді болып келеді, ал еріткіш деп отырамыз, бұл күкірт қышқылы. Яғни күкірт ангидридінің күкірт қышқылындағы ерітіндісі. Олай болса, ойлымның жалпы формуласын H2SO4 көбейтілген SO3 деп өрнектесек болады, немесе жинақтап H2S2O7 деп жазсақ та болады. Міне, ойлым деп отырғанымыз, яғни ерітінді. Енді ойлымге байланысты есептердің қандай типтерін көрсетуге болады. Бірінші жағдайда күкірт ангидридіне су қосу, күкірт ангидридіне күкірт қышқылын қосуға болады, ойлымге су қосуға болады, немесе ойлымды күкірт қышқылында ерітуге болады. Нәтижесінде алынған ерітінділер, яғни ойлым түзілуі мүмкін, немесе күкірт қышқылының ерітіндісі түзілуі мүмкін. Енді қандай жағдайда ойлым түзіледі, қандай жағдайда күкірт қышқылының ерітіндісі түзілетіндігін түсіну үшін есептер шығарудың оңай жолы бұл стақан ережесі арқылы түсіндірейін. Яғни алдымен бұл үш стақан ережесі, яғни міндетті түрде ойлым есептерінде ерітінділерді араластырған кезде осылай етіп үш стақанды салып аламыз. Әрбір стақанның ішіне сол стақанда болатын ерітінділердің құрамын жазамыз. Ерітінділерді араластырған кезде, жаңа айттым, заттарды араластырған кезде ойлым түзіледі, немесе күкірт қышқылының ерітіндісі түзіледі дедік. Енді ойлым түзілген жағдайда стақанның ішіне нені өрнектейміз, күкірт қышқылының ерітіндісі түзілген жағдайда нені өрнектейміз, соны түсініп алайық. Ойлым деп отырамыз, жаңа айтып кетті, күкірт қышқылы мен күкірт ангидридінен тұратын заттар дедік, яғни қоспа зат дедік. Олай болса, бұл жерде ойлым деп келетін болса, есептің шартында міндетті түрде стақанның ішіне H2SO4 пен SO3-ті жазамыз. Бұл жерде түсініп алуымыз керек, ойлымның құрамындағы күкірт қышқылының қызметі ол еріткіш болып келеді. Еріткіш. Ал SO3 деп отырғанымыз бұл еріген зат болып табылады. Сондықтан, егер де мысалға 15%-лық ойлым ерітіндісі, ойлым түзілді десе, мұнда бұл жердегі 15% деп отырғанымыз бұл SO3-тің үлесі. Қалған 100-ден азайтқандағы 85%-ымыз бұл күкірт қышқылының үлесіне тиесілі болады. Екінші жағдайда күкірт қышқылының ерітіндісі түзілетін болса, онда стақанның ішінде H2SO4 пен H2O-ны жазамыз. Бұл жерде енді H2SO4 бұл еріген зат болып келеді. Еріген зат. Яғни 15%-лық күкірт қышқылының ерітіндісі түзілді десе, қышқылы ерітіндісі түзілді дейтін болса, онда 15% бұл H2SO4-тің үлесі. Ал қалған 85%-ымыз бұл су болып келеді. Себебі су бұл еріткіш болады. Яғни осы нәрсені мұқият түсініп алуымыз керек. Себебі қазір есептер шығарған кезде стақандарды осылай өрнектеп жазатын боламыз. Ендеше есептерге көшейік. Бірінші есеп: массасы 50 грамм 30%-лық ойлымды 80 грамм 15%-лық күкірт қышқылында еріткенде алынған күкірт қышқылының массалық үлесін есептеңіз дейді. Олай болса, есептің шарты бойынша бірінші стақанға заттарымызды өрнектеп жазып алайық. Көріп тұрғанымыздай 30%-лық ойлымды дейді. Яғни бірінші стақанда сонда ойлым болатын болса, SO3 пен H2SO4-ті өрнектеп жазамыз. Бұл жерде ойлымның құрамындағы еріген затымыз SO3 болғандықтан 30% SO3-тің үлесі болып табылады. Астына, стақанның астына массасын жазамыз. Одан кейін әрқайсының массалық үлестерін өрнектейміз. 30% бұл SO3-тікі, қалған 70%-ымыз бұл күкірт қышқылынікі, H2SO4-тің үлесі. Олай болса, 50 граммның 30%-ы бұл 15 грамм болады SO3-тің массасы, қалған 35 граммы H2SO4-тің массасы болады. Осылай етіп, бірінші стақанды толық өрнектеп жазып аламыз. Осыған екінші стақанда қосылатын ерітіндіні өрнектейміз. Ол біздерде 80 грамм 15%-лық күкірт қышқылында еріткен. Олай болса, екінші стақанда H2SO4 пен су болады. Массасы 80 грамм деп тұр, яғни 15%. Бұл жерде еріген затымыз енді күкірт қышқылы болғандықтан H2SO4 15% болып келеді.
Қалған 85%-ымыз ол судың үлесі. Ендеше 80 грамның құрамындағы 15%-ді тауып алайық. Ол дегеніміз 12 грамм. Қалған 68 граммы бұл судың массасы екен. Екі ерітіндіні араластырған кезде түзілген күкірт қышқылының массалық үлесін есептеңіз дейді. Олай болса, үшінші стақанда түзіліп тұр күкірт қышқылының ерітіндісі, яғни H2SO4 пен су бар құрамындағы күкірт қышқылының массалық үлесін табуымыз керек. Енді екі ерітіндіні араластырған кезде, яғни 50 грамға 80 грамды қосып, түзілген жалпы ерітіндінің массасын тауып кетеміз бұл жерде. Яғни 130 грамм жалпы ерітіндінің массасы түзілген. Енді Олим есептерін шығарудағы ең негізгі реакция теңдеуіміз бұл SO3-ке су қосамыз. Себебі екі ерітіндіні араластырған кезде күрт қышқылы бар, одан басқа SO3 пен H2O бар. Екеуі әрекеттескен кезде тағы да күкірт қышқылы түзіледі. Міне ең негізгі теңдеуіміз осы. Енді біздер әрекеттесіп тұрған SO3 пен H2O-ның, яғни су мен күкірт ангидридінің қайсысының массасы арқылы есепті шығаратындығымызды біздерге үшінші стақандағы ерітінді айтады. Яғни үшінші стақанда күкірт қышқылының ерітіндісі түзілген болса, бұл жерде су бар, яғни мына реакцияға қатысып тұрған су, ол толық реакцияға түскен жоқ деген сөз. Яғни біздер зат мөлшері қайсысынікі аз, есепті сол арқылы шығаратын едік. Олай болса, мына жерде біздерде күкірт ангидриді толығымен реакцияға кетті. Ендеше күкірт ангидридінің массасы арқылы есептейміз. Күкірт ангидридінің массасы біздерде белгілі 15 грамм. Осы 15 грамм арқылы түзілген күкірт қышқылының массасын табамыз. Астында әдеттегідей кәдімгі малярлық массаларын өрнектейміз. Яғни SO3-тің малярлық массасы 80 грамм, күкірт қышқылының малярлық массасы 98 грамм. Қарапайым пропорция арқылы есептесек болады. Яғни күкірт қышқылының массасын табу үшін 15 граммды 98-ге көбейтіп бөлеміз 80 граммға. Тең болады. 18,375 грамм түзілген. Енді барлық реакцияға дейінгі стақандардағы күкірт қышқылдарының массасын жинаймыз. Яғни күкірт қышқылымыз біздерде бірінші стақанда бар. Мына жерде 35 грамм. Екінші стақанымызда бар 12 грамм. Және екі стақанды араластырған кезде түзілген күкірт қышқылының массасы бар. Олай болса, жалпы күкірт қышқылының массасы H2SO4 тең болады 35 грамм қосылған 12 грамм қосылған 18,375 грамм. Яғни осы күкірт қышқылы біздерде үшінші стақанда түзілді. Яғни жалпы массасы сонда 65,375 граммды құрайды. Болды, біздерде үшінші стақандағы сонда еріген заттың массасы белгілі, жалпы ерітіндінің массасы белгілі. Олай болса, дайын формулаға қоямыз. Яғни омега H2SO4 тең болады. Ерген заттың массасы бұл 65,375 грамм. Яғни ерген заттың массасын жалпы ерітіндінің массасына бөліп 100-ге көбейтеміз. Алпыс бес бүтін 375-ті бөлеміз 130-ға. Болады 50,288. 50,29% деп алсақ, жауапқа сәйкес келеді екен. Міне балалар, яғни есептерді шығаруда осы стақан әдісін қолдансаңыз, сіздерге олим есептерін шығару оңай болып келеді. Келесі екінші есепті көрейік. Күкірт қышқылының 65%-дық 250 грамм ерітіндісіне 400 грамм күкірт ангидридін қосты дейді. Түзілген олимдегі күкірт оксидінің массалық үлесін есептеңіз дейді. Яғни тағы да стақандарымыз салып алайық өрнектеп. Бірінші стақанымызда күкірт қышқылының ерітіндісі, олай болса H2SO4 және су. Ерітіндіміздің массасы 250 грамм.
оның 65% еріген затымыз H2SO4-тің үлесі болады. Қалған 35%-міз судың үлесі болады. Олай болса, осы жерде 250 грамның 65%-ын тауып кетейік. Ол деп отырғанымыз 162,5 грамды құрайды. Азайтылған 250. 87,5 грамм су қалады. Осыған 400 грамм күкірт ангидридін қосты дейді. Яғни екінші стақанымызда тек қана SO3 400 грамм. Түзілген олиумдегі күкірт оксидінің массалық үлесін есептеңіз дейді. Яғни олиум түзіліп тұр, олай болса үшінші стақанда SO3 пен H2SO4 бар екен. Енді жалпы ерітіндінің массасын тауып кетейік. Осы жерде 250-ге 400-ді қосып 650 грамм ерітінді. Ендеше реакция теңдеуімізді жазып алайық. Күкірт ангидридіне қосамыз суды. Түзіледі H2SO4. Енді үшінші стақанда көріп тұрсыз, олиум түзіліп тұр. Міне, олиум түзілгесін бұл жерде SO3 бар. Табу керек біздерге осы SO3-тің массалық үлесі. Олай болса, біздерде реакцияға толық түскен бұл су екен. Сол суды массасы арқылы біздер қанша грамм күкірт ангидриді 400 граммнан жұмсалды, соны тауып алуымыз керек. Себебі содан жұмсалмай қалған күкірт ангидридіміз біздерде үшінші стақанға өтті. Ендеше бұл жерде біздерде судың массасы белгілі. Міне, 87,5 грамм. Осы арқылы біздер күкірт ангидридінің массасын тауып алайық. Болады 388,9 грамм деп алсақ болады. Енді біздерде бастапқы беріліп тұрған массасы бұл. Яғни қалған күкірт ангидридінің массасын табу үшін берілген 400 грамм массасынан азайтамыз реакцияға кеткен 388,9%-ды. 388,9 граммды азайтып тастаймыз. Сонда 11,1 грамм күкірт ангидридінің массасы үшінші стақанға өтті. Олай болса, үшінші стақандағы SO3-тің массалық үлесі бұл. Осы 11,1 граммды бөлеміз жалпы ерітіндінің массасы 650 граммға. Көбейтеміз 100%-ға. Болады 1,7%. Яғни есебіміздің жауабына сәйкес келеді екен. Міне балар, есеп шығарудың оңтайлы жолы деп отырғанымыз осы. Келесі үшінші есеп. 40% олиум алу үшін 250 грамм суда неше грамм күкірт ангидридін еріту керек деді. Стақанымызды өрнектеп саламыз. Бірінші стақанда, яғни олиум алу үшін дейді. Олиум алу үшін болса, біздерде ол алынатын затымыз бұл үшінші стақанда болады. Бастапқы екі стақанда біздер араластыратын заттарымыз болады. Яғни үшінші стақанда олиум түзіліп жатыр, олай болса SO3 пен күкірт қышқылын жазамыз. Енді бұл жерде олиум деп отырамыз 40% дейді, олай болса SO3-тің массалық үлесі 40%. 250 грамм суда дейді, яғни бірінші стақанымызда су ғана бар 250 грамм. Неше грамм күкірт ангидридін еріту керек дейді, екінші стақанымызда SO3 X грамм десек болады. Олай болса, үшінші стақанымыздағы ерітіндіміздің массасы ол 250 қосылған X. Жалпы ерітіндіміздің массасы осылай өрнектесек болады. Енді реакция теңдеуімізді жазып алайық. SO3 қосылған H2O түзіледі H2SO4. Енді үшінші стақанымызда олиум түзілгендіктен SO3-тің мөлшері артып, олай болса біздер судың массасы арқылы есептейміз. Судың массасы 250 грамм. Түзілген күкірт қышқылының массасын тауып алайық. Масса H2SO4
тең болады 250-ді көбейтеміз 98-ге, бөлеміз 18-ге. 250 көбейтілген 98 бөлінген 18. 1361 грамм деп болады. Енді біздерде 40% бұл олиум болатын, SO3 болатын болса, қалған 60% бұл біздерде H2SO4 болады. Олай болса, біздер 3-ші стақандағы, яғни күкірт қышқылының массасы 1361 граммды біздер 60% деп алатын болсақ, қалған 40%-ды X грамм деп есептейміз. Олай болса, 1361-ді көбейтеміз 40-қа, бөлеміз 60%-ға. Массасы бұл жерде 907 грамм. Яғни бұл 3-ші стақанға түзілген күкірт ангидридінің массасы. Енді біздерден жалпы бастапқы жұмсалған күкірт ангидридінің массасын сұрап тұр. Яғни бұл біздерде 907 граммы бұл 3-ші стақанға реакцияласпай кеткен массасы. Енді 250 грамм сумен қанша грамм күкірт ангидриді реакцияласатындығын есептеуіміз керек. Олай болса, қазір бұл жерде масса SO3 деп есептейік. Астында 80, яғни масса SO3 тең болады 80-ді көбейтеміз 250 грамм судың массасына, бөлеміз 18-ге. 80 көбейтілген 250 бөлінген 18. 1111 грамм, яғни 250 грамм сумен 1111 грамм SO3 реакцияласқан. Олай болса, бастапқы алынған жалпы SO3-тің массасы, яғни реакцияласып кеткені 1111 грамм болса, реакцияласпай қалғаны 907 грамм болды. Олай болса, қосамыз 907. Болады 2018 грамм SO3 алынған екен. Мына жерде біздер 907 грамм деп есептегеніміз бұл сол SO3-тің массасы 3-ші стақандағы. Міне балалар, сонда, яғни бастапқы 250 грамм суға 2018 грамм SO3-ті реакцияластырған, оның 1111 граммы реакцияласып отырып 1361 грамм күкірт қышқылын түзеді де, қалған 907 граммы 40% болып 3-ші стақанға өткен. Олай болса, екеуін қосқан кезде жалпы бастапқы алынған SO3-тің массасы шығады. Әрмен қарай. 4-ші есеп. 50% күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін тағы да 3-ші стақанда ол алатын затымыз. Бастапқы стақандарымызды өрнектеп кетейік. 50% күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін дейді. Күкірт қышқылының ерітіндісі болса, H2SO4 пен суды жазамыз. 50% дейді күкірт қышқылымыз. Ол үшін 15%-ық 300 грамм күкірт қышқылының ерітіндісіне дейді. Бірінші стақанымызда да күкірт қышқылының ерітіндісі, олай болса H2SO4 пен су. Массасы 300 грамм. Оның 15% күкірт қышқылының үлесі H2SO4. Қалған 85%-мыз судыкі. Олай болса, 300 граммның 15%-ын есептеп алайық. Ол 45 граммды құрайды. Қалған 255 граммымыз бұл судың массасы екен. Осыған күкірт ангидридінің қандай массасын еріту керек дейді. Яғни екінші стақанымызда тек күкірт ангидриді X грамм деп алсақ болады. Сонда 3-ші стақанымызда ерітіндінің массасы 300 қосылған X грамм. Ендеше реакциямызды жазып алайық. Реакциямызды жазу үшін келесі тұстаңдай. SO3-ке H2O-ны қосамыз, түзіледі H2SO4. 3-ші стақанда күкірт қышқылының ерітіндісі болғасын, бұл жерде су бар. Яғни су толық реакцияға кеткен жоқ. Толық реакцияға кеткен бұл SO3. SO3-тің массасы бұл жерде белгісіз, біздерге X деп тұр. Сондықтан біздер оның массасы жоқ деп судың массасын қолданып кетпейміз. Қайталап айтам. Бұл жерде біздер қай заттың массасымен есептейтінімізді 3-ші стақанда
бар затпен қараймыз. Яғни су артық мөлшерде болғандықтан біздер бұл жерде судың массасын қолданбаймыз. Осы белгісіз болып тұрған SO3-тің массасымен қолданамыз x грамм деп. Астында молярлық массасы 80 грамм. Осыдан түзілген күкірт қышқылының массасын табамыз. Яғни масса H2SO4 98x-ті бөлеміз 80-ге. Болады. 98 бөлінген 80 болады 1,225x болады. Яғни бұл күкірт қышқылының массасы. Енді реакцияға дейін бірінші стақанда күкірт қышқылы бар. Соларды жинақтап, жалпы күкірт қышқылының массасын табамыз. Жалпы күкірт қышқылымыздың массасы бұл. Мына жерде 45 грамм бар. Бірінші стақанда соған қосамыз түзілген 1,225x граммды. Ол біздерде үшінші стақандағы күкірт қышқылының массасына тең болады. Енді үшінші стақандағы күкірт қышқылының массасын табуға болады. Себебі біздерге бұл жерде жалпы ерітіндінің массасы бар. Соны 50% 0,5-ке көбейтсек болады. Яғни осы тең болады 0,5 300 қосылған x. Міне теңдеуді құрып алдық. Енді осы теңдеудегі x-тің мәнін табатын болсақ, біздерге күкірт ангидридінің массасы шығады. Олай болса, алдымен реакцияға дейінгі 45 граммен 1,225x граммды жазып аламыз. Содан кейін реакцияны жақшаны ашамыз. 0,15-ті 300-ге көбейтетін болсақ, 150 қосылған 0,15x. Енді белгісіз мәндерді бір жағына жинайық. 1,225x азайтылған 0,15x тең болады 150 азайтылған 45-ке. 1,225 азайтылған 0,15 болады 0,725x тең болады 105-ке. Олай болса, x тең болады 105-ті бөлеміз 0,725-ке. Болады x 144,8 грамм. Міне, яғни біздерде сонда x деп біздер міне SO3-тің массасын белгілеген болсақ, шыққан жауабымыз бұл осы SO3-тің массасы болады. Яғни міне жауабымыз сәйкес келді. 144,8 грамм SO3 түзілген, алынған. Келесі 5-ші есепті шығарып көрейік. 450 грамм 84% күкірт қышқылын алу үшін, яғни тағы да 3 стақанымызды өрнектейміз. Күкірт қышқылын алу үшін дейді, олай болса, 3-ші стақанымызда H2SO4 пен су бар. 84% дейді, олай болса, H2SO4 84%. 450 грамм ерітіндіміз. Алу үшін жұмсалатын 37%-лық олеуммен, яғни бірінші стақанда олеум деп тұр, олай болса, SO3, H2SO4. Бұл жерде 37% дейді. Яғни бұны x грамм деп алсақ, 0,37x граммыз бұл SO3-тің массасы болса, қалған, яғни 100-ден азайтқандағы, 100-ден 37-ні азайтамыз, 63, яғни оны 100-ге бөліп тастасақ, 0,63x граммыз бұл H2SO4-тің массасы болады. Не осылай етіп, біздер x мәндерді белгілеу арқылы өрнектейміз. Олеуммен 28%-лық күкірт қышқылы ерітіндісінің массасын есептеңіз дейді. Екінші стақанымызда күкірт қышқылы берілген. H2SO4 пен су бар. Ол жерде енді оны y грамм деп алсақ, 28% күкірт қышқылы дейді. Яғни мына жерде 37% SO3, мына жерде 28% H2SO4. Олай болса, 0,28y бұл H2SO4-тің массасы, ал қалған 0,72y бұл судың массасы. Міне, стақандарымызды өрнектеп алдық. Енді реакция теңдеуін жазайық. Яғни SO3-ке қосамыз суды. Түзіледі H2SO4. Енді үшінші стақанда су артық мөлшерде болғандықтан біздер SO3-тің массасын есептейміз. SO3-тің массасы біздерге белгілі міне 0,37x.
астында 80 түзілген күкірт қышқылының массасын тауып алайық. 98 масса H2SO4 болады 80 0,37 x'ті көбейтеміз 98-ге, бөлеміз 80-ге. болады. 0,37 көбейтілген 98 бөлінген 80. Болады 0,45 деп алсақ болады. 45x. Бұл бірінші екі стақанды араластырған кезде түзілген күкірт қышқылының массасы. Олай болса, енді жинақтаймыз жалпы күкірт қышқылының массасын. Яғни бірінші стақанда күкірт қышқылының массасы бар, екінші стақанда бар. Яғни міне мына жерде күкірт қышқылының массасы бар, екінші стақанда күкірт қышқылының массасы бар, және екеуін реакцияластырған кезде түзілген күкірт қышқылының массасы. 0,63x қосылған 0,45x қосылған 0,28y. Енді біздерге үшінші стақанда 450 грамм ерітінді болса, оның құрамындағы 84% күкірт қышқылының массасын тауып алуға болады. Яғни мына жерде 450 граммның 84% бұл H2SO4-тікі. Бұлай болса, 450-ді көбейтеміз 0,84-ге. Болады 378 грамм. Күкірт қышқылының массасы. Яғни осы реакцияға дейінгі күкірт қышқылдардың массасын қосып, осыған теңестіріп аламыз. Яғни 0,63-ге қосамыз 0,45-ті, болады 1,08x қосылған 0,28y, ол тең болады 378-ге. Енді бұл жерде жүйе құрамы себебі екі белгісіз. Жүйенің екінші теңдеуі x граммға қосамыз y граммды тең болады 450-ге. X қосылған y тең болады 450. Енді осы жүйені шешуіміз керек. Ол үшін x-ті өрнектеп алайық, 450 азайтылған y деп. Енді бірінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қоямыз. 1,08 x-тің мәні 450 азайтылған y қосылған 0,28y тең болады 378-ге. Ендеше жақшаны ашып аламыз. 1,08-ді көбейтеміз 450-ге. Болады 486. Азайтылған 1,08y қосылған 0,28y тең болады 378. Ендеше белгістерді бір жағына шығарайық. Яғни 486 минус 378 тең болады минус 1,08y қосылған. Бұл жерде біздер теңдеудің екінші жағына шығарғандықтан таңбасын кері қарай аламыз. 1,08y азайтылған қосылған 0,28y. 486 азайтылған 378 болады 108 тең болады 1,08 азайтылған 0,28 болады 0,08y. Ендеше y тең болады 108 бөлінген 0,08-ге. 135-ге тең. 135. Енді бұл жерде y деп белгілеп отырамыз бұл біздерде. Бұл жерде
күкірт қышқылының ерітіндісін өрнектегенбіз, ал олимді біздер x деп өрнектедік. Олай болса, біздерде мына жерде 135 грамм деп отырамыз. Бұл H2SO4-тің массасы. Ал енді 450-ден азайтқандағы 450 азайтылған 135 болады 315 грамм. Яғни 450-ден азайтамыз 135-ті, болады 315 грамм. Бұл SO3-тің массасы, олимның массасы. Жауапта екенін, жауаптар ауысып кеткен болу керек. Міне, яғни біздерде егер де бастапқы ерітінділердің массалары белгісіз болса, онда x, y деп өрнектеп аламыз. Және бұл жағдайда жүйе құрып есеп шығаратын боламыз. Яғни сонда бастапқы 37% күкірт ангидридің күкірт қышқылына ерітіндісі, яғни олимнен 315 грамм алынады, ал 28% күкірт қышқылының ерітіндісінен 135 грамм алу қажет болған. Келесі 6-шы есепті шығарып көрейік. Күкірт қышқылының 60% 250 грамм ерітіндісін дайындау үшін, яғни бұл біздерде дайындайтынымыз 3-ші стақанда тұр. Күкірт қышқылының ерітіндісін дайындайтын болсақ, H2SO4 пен суды жазып аламыз. 60% дейді күкірт қышқылы, 250 грамм ерітіндісін дайындауымыз керек. Ол үшін суға қосылатын олимның массасын есептеңіз дейді. Яғни бірінші стақанымызда су x грамм, соған қосылатын олимның массасы, олимның құрамын беріп қойған, ендеше солай жазамыз. H2SO4 көбейтілген SO3 деп. Мұны y грамм деп алсақ болады. Енді реакция теңдеуімізді жазып алайық. Енді бұл жағдайда біздерде олимның құрамы белгілі болғандықтан, дәл сол олимның құрамына су қосып жазамыз. Яғни олиміміздің құрамы бұл H2SO4 көбейтілген SO3 қосылған су. Олай болса, енді мына жерде SO3 1 моль болғандықтан, ол 1 моль күкірт қышқылымен әрекеттеседі. Ол кезде 1 моль күкірт қышқылы, 1 моль SO3 пен 1 моль су реакцияласқан кезде 1 моль күкірт қышқылы түзіледі. Және реакцияны әрекеттесіп тұрған олимның құрамында күкірт қышқылы бар. Олай болса, түзілетін күкірт қышқылының молі 2 моль болады. Яғни реакция осылай жүреді. Осылай етіп реакция теңдеуімізді жазып аламыз. Енді олимның массасы арқылы есептейміз. Олимның массасы белгілі біздерге y грамм. Табуымыз керек күкірт қышқылының массасын. Енді күкірт қышқылының мөлшері 98, оған қосамыз 80 грамм моль SO3-тің массасын, болады 178 олимның молянық массасы. Және 98-ді 2-ге көбейтіп аламыз, 196 грамм моль күкірт қышқылы түзілген. Олай болса, масса H2SO4 болады 196y бөлінген 178-ге. 196-ны бөлеміз 178-ге, болады 1,1 y десек болады. Енді түзілген сонда күкірт қышқылымыздың бізде түзілген массасы 1,1 y грамм. Реакцияға дейін басқа біздерде күкірт қышқылы жоқ. Олай болса, мына жерде түзілген 3-ші стақандағы 250 грамм ерітіндінің құрамындағы 60% күкірт қышқылының массасын тауып алайық. Ол дегеніміз 60% H2SO4-іміздің массасы 150 граммды құрайды екен. Яғни сонда теңдеуіміз 1,1 y-іміз тең болады 150-ге. Ал екінші теңдеуіміз, бұл жерде енді y-ті тауып алсақ болады ғой, y-тен болады, бөлеміз 1,1-ге. Болады 136,3. 136,3 граммға тең. Яғни сонда біздерге y-тің мәні біздерде олим деп белгіледік. Олай болса, жауабымыз яғни 136,3 граммға тең олимның массасы. Осылай етіп теңдеу құрып шешеміз.
Келесі шығаратын есептеріміз бұл 11 біздер жалпы бұл ойым тақырыбын 11 сыныптың екінші бөлімінде оқимыз. Ойымға байланысты есептер бұл міндетті түрде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырмаларында кездеседі және көп жауаптық тест тапсырмаларында болады, яғни оқушыға 2 баллдық есеп болып келеді. Одан басқа біздерде түрлі олимпиадаларда кездесетін есептер. Олай болса, енді осы 11 сыныптың екінші бөліміндегі 40 бетте берілген ойым есептерін шығарып көрейік. Мектеп баспасында. Бірінші есеп 9,18% күкірт қышқылының 100 грамм ерітіндісін дайындау үшін қанша су және қанша 30% ойым қажет дейді. Күкірт қышқылының ерітіндісін дайындау үшін, яғни бірінші стақанымыз, екінші стақанымыз, үшінші дайындайтын стақанымыз. Күкірт қышқылының ерітіндісін дайындау керек. H2SO4 пен су 9,18% керек дейді. 100 грамм. Ол үшін қанша су дейді бірінші стақанымызда, x грамм, және 30% олим дейді. Олим болса SO3 пен H2SO4. Бұл 30%. Яғни y грамм дейтін болсақ, 0,3 y бұл SO3-тің массасы, ал қалған 0,7 y-іміз бұл H2SO4-тің массасы. Олай болса, реакция теңдеуімізді жазып алайық. SO3-ке қосамыз суды, түзіледі H2SO4. Үшінші стақанда біздерде күкірт қышқылының ерітіндісі түзілген, яғни су бар. Олай болса, біздер SO3-тің массасы арқылы өрнектейміз. 0,3 y бөлінген 80. Табуымыз керек күкірт қышқылының массасын, астында 98. Масса H2SO4 болады 0,3-ті көбейтеміз 98-ге, бөлеміз 80-ге. Болады 0,3675 y болады екен. Енді реакцияға дейін біздерде екінші стақанда күкірт қышқылы бар, екеуінің массасын қосамыз. Ол біздерде үшінші стақанда түзілген 100 грамның 9,18% күкірт қышқылы болды ғой. Олай болса, 9,18 грамы бұл күкірт қышқылының массасы. Осыған тең болады екен. Яғни 0,7 y қосылған 0,3675 y тең болады 9,18-ге. Олай болса, 0,7-ге қосамыз 0,3675-ті. Ол болады 1,0675 y тең болады 9,18. Y тең болады 9,18-ді бөлеміз 1,0675-ге. Болады 9,18 грамм. Бұл Y-тің мәні. Y-те отырамыз, бұл біздерде олим. Яғни олимның массасы. Енді судың массасын табу үшін, яғни масса H2O, біздерге үшінші стақанда түзілген ерітіндіміз 100 грамм. Одан азайтып тастаймыз 9,18 граммды. 100 азайтылған 9,18 болады 90,82 граммы. 82 грамм су екен. Не бұл оқулықтағы есепте берілген жауапқа сәйкес келеді бұл есеп. Келесі. Осы оқулықтың екінші есебі, осы тақырыптың соңындағы екінші есепті көрейік. 40% күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін болса, H2SO4 пен су. Бұл 40%. 20% 500 грамм күкірт қышқылының ерітіндісіне дейді бірінші стақанымызда H2SO4 пен су бар. Бұл 500 грамм дейді ерітінді. Құрамында 20% күкірт қышқылы H2SO4. Қалған 80% судыкі. Олай болса 500-дің 20% 100 грамм. 100 граммы күкірт қышқылы екен. Осы күкірт қышқылының ерітіндісіне күкірт 6 оксидінің қандай массасын қосу керек дейді. Яғни екінші стақанымызда SO3 x грамм деп алсақ, түзілген ерітіндіміз 500 қосылған x.
Мына жерде біздер күкірт қышқылының массасын тауып кетсек болады. 0,4-ке көбейтеміз ерітінді массасын. Ендеше реакция теңдеуімізді басқа түспен өрнектеп жазып алайық. SO3-ке қосамыз суды, түзіледі H2SO4. Енді үшінші стақанда біздерде су бар, олай болса SO3-ті массасымен есептейміз. Күкірт қышқылының массасын тауып аламыз. Масса H2SO4 болады 1,225 225x. Бұл күкірт қышқылының массасы. Соған біздерде бірінші стақанда 100 грамм күкірт қышқылының массасын қосамыз. Теңдеуімізді осы жерге жазайық. 1,225x-қа қосамыз 100-ді. Ол тең болады үшінші стақандағы күкірт қышқылының массасы 0,4 500 қосылған x-қа. 1,225x-імізді солай жазып қойайық. Жақшаны ашып алайық. Мына жерде 200 грамм 200 қосылған 0,4x. Енді белгісіздерді бір жағына жинаймыз. Олай болса 1,225x азайтылған 0,4x тең болады 200 азайтылған 100. 1,225-тен азайтамыз 0,4 болады 0,825x тең болады 100-ге. X тең болады 100-ді бөлеміз 0,825-ке. Болады 121,2 грамм. Яғни X деп біздер SO3-тің массасын белгіледік. Ендеше жауабымыз осы. Ал оқулықтан бұл есептің жауабын 121,6 грамм деп көрсеткен. Есеп түсінікті болса, келесі үшінші есепке көшейік. Массасы 20 грамм 10% олимді 40 грамм 20% күкірт қышқылында еріткенде дейді. Яғни бірінші стақанымызда олим бар. H2SO4, SO3 10% дейді. Олай болса SO3-іміз 10%. 20 грамм 10%-іміз SO3. Ол деп отырғанымыз 2 грамм. Қалған 90%-іміз бұл H2SO4. Ол 18 грамм. Осы олимді күкірт қышқылында еріткен дейді. Олай болса, екінші стақанымызда H2SO4 пен су бар. 40 грамм 20% дейді. Бұл күкірт қышқылынікі. Яғни 8 грамм H2SO4-те қалған 80 граммы енді ол судың массасы. Жазбасақ болады. Түзіледі. Осы кезде күкірт қышқылының ерітіндісі түзілген. Олай болса H2SO4 су. Осы күкірт қышқылының массалық үлесін табу керек. Ендеше реакция теңдеуімізді жазып алайық. SO3 қосылған H2O түзіледі H2SO4. Үшінші стақанда су түзіліп тұр. Олай болса, біздер SO3-ті массасы арқылы есептейміз. Яғни SO3-ті массасы 2 грамм. 2 грамм астында 80. Масса күкірт қышқылы 98. Масса H2SO4 тең болады 98 көбейтілген 2 бөлінген 80. 2,45 грамм түзілген. Енді жалпы күкірт қышқылдарының массасын жинайық. Масса жалпы H2SO4 тең болады. Бірінші стақанымызда біздерде 18 грамм күкірт қышқылы бар. Екінші стақанымызда 8 грамм күкірт қышқылы бар. Және екі стақанды араластырған кезде 2,45 грамм күкірт қышқылы түзілген. Олай болса, барлығы 28,145 грамм күкірт қышқылы түзілген. Енді біздерде жалпы ерітіндінің массасын табуға болады. Бұл 20 граммға 40 граммды қосқан кезде 60 грамм түзілген. Олай болса, күкірт қышқылының массалық үлесі, яғни түзілген күкірт қышқылының жалпы таза массасы 28,45 грамм, ал ерітіндіміздің массасы 60 грамм.
көбейтеміз 100%. 28,45-ті бөлеміз. 60-ға көбейтеміз 100-ге. 47,4%. Яғни есеп жауабына сәйкес келеді. Келесі төртінші есепті шығарып көрейік. Күкірт қышқылының 60% ерітіндісін алу үшін дейді. Яғни үшінші стақанымызда ол. Күкірт қышқылының ерітіндісі болса, H2SO4 пен су. 60% күкірт қышқылының ерітіндісін алуымыз керек. Ол үшін 300 грамм 20% күкірт қышқылына, яғни H2SO4, H2O 20% деп тұр. Ерітіндіміз 300 грамм. 300 граммның 20%, ол H2SO4-тікі. Олай болса, 2,6, 60 граммы H2SO4, қалғаны су. Суды масын жазбасақ болады. Қанша грамм олиум қосу қажет дейді. Яғни олиумның құрамын берген, H2SO4 көбейтілген 0,5 SO3. Осылай өрнектеп жазып аламыз. Қосамыз X. Сонда ерітіндіміздің массасы 300 қосылған X грамм. Бұл жерде күкірт қышқылының массасын тауып кетейік, бұл 0,6-ға көбейтеміз. Енді реакция теңдеуімізді жазып алайық. Бұл жерде енді олиумның нақты құрамы берілген, H2SO4 көбейтілген 0,5 SO3 деп. Осылай берілген жағдайда сол құрамын жазамыз. Ал егер де жалпы олиум деп беретін болса, онда біздер SO3 деп жазамыз. Қосылған су. Енді бұл жерде 0,5 моль болғандықтан 0,5 моль сумен реакцияласады. Олай болса 0,5 моль күкірт қышқылы түзіледі. Оған 1 моль күкірт қышқылын қосатын болсақ, 1,5 моль H2SO4 түзіледі. Осылай етіп жазып аламыз. Үшінші стақанда су артық мөлшерде шығып тұр, сондықтан біздер олиумның массасын есептейміз. Яғни олиумның массасы X грамм. Молярлық массасын есептеп алайық. 98-ге қосамыз 40-ты. Болады 138. Яғни 40 деп отырамыз 0,5 моль SO3-ті молярлық массасы. Нәтижесінде 1,5-ті көбейтеміз 98-ге. Болады 147 грамм моль. Табуымыз керек H2SO4-тің массасы. Масса H2SO4 болады 147X бөлінген 138-ге. Бөлеміз 138-ге. Болады 1,0652 деп алайық, 4X. Енді реакцияға дейін тағы да күкірт қышқылы бар. Бірінші стақанда 60 грамм. Осы екеуін қосамыз. Яғни 60 қосылған 1,0652X. Ол тең болады. Үшінші стақандағы күкірт қышқылының массасы 0,6 300 қосылған X-қа. Ендеше жақшаны ашып аламыз. Жүз 80 қосылған 0,6X. Белгісіздерді бір жағына жинасақ. -60. Олай болса 1,0652-ден азайтамыз 0,6. Болады 0,4652. Тең болады 120. Жерде X қалады. Ендеше X тең болады 120-ны бөлеміз 0,4652-ге. Болады 257-де 9 болып кетті. Яғни жауабымыздан асып кетті. Мына жерде біздер үтірден кейінгі сандарды қысқартып алуымыз керек болады. Қазір көрейік. 1,06 деп есептесек, 1,06 минус 0,6 болады 0,46. 120-ны бөлеміз 0,46-ға. Мұнда 260 болып кетеді. Жерден қателесуіміз мүмкін.
жауапты нақты шығу керек негізгі. 147 бөлінген 138 болады 1,06. 1,07 деп алсақ, жуықтап мына жерде 1,07 азайтылған 0,6 0,47 0,47. Иә, сонда 255 болады. Мына жерде 1,07x деп алсақ, мына жерде 17x, мына жерде 1,07x. Нөл жеті x 1,07 азайтылған 0,6 тең болады 0,47x. Ендеше 120-ны 0,47-ге бөлгенде 255,32 тең болады. Олай болса, яғни олимның массасы, олимді x деп белгіледік қой, яғни 255,32 грамм болады екен. Міне балалар, яғни ОБТ тапсырмаларында біздерде кейде есептер шығарған кезде дұрысында үтірден кейін 4 санмен жұмыс жасау керек болады. Кейбір жағдайларда, кейбір авторлар мысалға үтірден кейінгі 2 санды жуықтап алатын жағдайлар болады. Сондықтан, яғни біздерге нақты жауап шығу үшін барлық жағдайды қарастыруымыз қажет болады. Үтірден кейінгі сандармен жұмыс жасаған кезде. Яғни бұл біздерде 11-ші сыныптың 2-ші бөлімінде берілген есептер болды. Енді әрмен қарай сіздерге, яғни өздеріңіз осы көрсетілген видеодағы әдіс тәсілдерді қолданып, ОБТ есептерін шығарып көреміз десеңіздер, сіздерге осы есептерді ұсынамын. Яғни дұрыс жауаптары сарынмен белгіленген, сол дұрыс жауап шығатындай етіп, 3 стақан әдісімен есептерді шығарып көрсеңіздер болады. Яғни осы 4 есеп бар және алда қазір. Міне, тағы да 4 есеп, жалпы 10 есеп беріп отырмын. Осы 10 есепті видеодан скриншот жасап алып, шығарып көрсеңіздер болады. Олим есептерін шығару бойынша жалпы өзімнің авторлық кітабым шықты. Облыс көлемінде, республика көлемінде таратылған. Егерде кітап қажет десеңіздер, осы видеоның астына номерлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сол арқылы хабарласып, кітапты жеткізе аламыз. Бұл кітаптың ішінде, яғни 50 есеп шығару жолымен көрсетілген және оқушылар үшін 10 есеп шығаруға берілген. 15 есеп. Барлығы оқулықтың ішінде 65 есеп бар. Жақсы, бұл видео сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Ендеше сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.